Сәлем балақай. Бүгін менімен бірге жаңа тақырыпты игеруге дайынсың ба? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып 5 саны және цифры. 5 санының құрамы. Оқулықтарына суретке қарайтын болсақ, әр суретке сәйкес сандардың қосындысын немесе айырмасын таңда дейді. Ендеше қосу және азайту туралы есімізге түсіріп алайық. Қосу дегеніміз бұл әртүрлі заттар тобын біріктіру. Азайту дегеніміз заттар тобынан бір бөлігін ажыратып алу. Олай болатын болса, бірінші қатардағы суретке назар аударайық. Барлығы 5 карандаш берді. Оның екеуін алып тастады. Сонда бұл жерде 3 сары түсті карандаш қалды. Бұл жерде алып тастағандықтан, ажырату алғандықтан біздер азайту амалын таңдаймыз. 5 карандаштан екеуін азайтқандықтан 5 азайту 2 деген өрнекті таңдаймыз. Келесі өшіргішке қатысты суретті қарайық. Бұл жерде барлығы 5 өшіргіш берілген, оның біреуін ажыратып алып тастап тұр, сондықтан 5 азайту 1 өрнегі болады. Келесі қаламға қатысты. Бір сары түсті қалам берілген, оған әкеліп көк түсті 4 қаламды әкеліп біріктіреді. Сонда барлығы 5 қалам болады. Ол 1 қосу 4 деген өрнекпен сәйкес келеді. Келесі қызыл түсті 2 карандаш берілген, оған 3 жасыл түсті бояу карандашта кеп қосты. Біріктірді екеуін, сонда барлығы 5 түрлі түсті карандаш болды. Ол 2 қосылған 3 деген өрнекпен сәйкес келеді. Балақай, бұл жерде берілген 5 санының құрамын есте сақтауын қажет. Үшінші тапсырма балалардың қалай есептегенін айт. Бұл 2 қосу 3 деген өрнек берген. Бұл жерде 2 санына 3 санын жіктеу арқылы қосқан. Оны жіктеу үшін бізге 3 санның сандық құрамын еске түсіру қажет. 3 санын 1 қосу 1 деп жіктеген, немесе 1 мен 2 сандарының қосындысына жіктеген. Келесі азайтуға да қатысты дәл солай. Одан кейін астында берілген 1 қосу 4 деген өрнекте 4-ті 2 және 2 сандарының қосындысына жіктеген. Бұл жерде азайтуда да дәл солай жіктелінеді, тек сандық сәуленің көмегімен азайту кезінде солға қарай жылжимыз. Келесі тапсырма есепте. 4 қосу 1 тең 5-ке, 3 қосу 2 тең 5-ке. Азайту арқылы тексереміз. 5 азайту 1 тең 4-ке, 5 азайту 3 тең 2-ге. Математика пәнінен бүгінгі 5 санына және 5 санның құрамына қатысты сабақ аяқталды. Ұнаған болса, лайк қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпа.